Анашым, қандай әдемі, маған сонда жарасып кетті, Иә, алтыным. Бірақ шолпыны тек әдемілік үшін ғана тақпайды. Сонда қалай? Тағы не үшін тағады? Шолпыны таққан соң, сол шолпы арқылы қыздың мінезін бақылап, тәрбиелеп отырған. Қыздың мінезі сабырлы, жүрісі нәзік, жұмсақ болса, шолпы сылдырламай бір қалыпты тұра береді. Енді мінезі құбылмалы, жүріс-тұрысы ебедейсіз, әрі жыбырлақ болса, онда сол шолпының сылдырынан аңғарып, ата-анасы, бауырлары жылы жүзбен көңіліне тимейтіндей ескертулер жасап, тәрбиелеп отырған. Керемет. Сонда ер балалар не үшін тақпайды? Ер балалар даланың жұмысымен аралысып, алысып, арпалысып ойнап өседі. Керісінше, оларға мінезді болу керек. Жылдам, қайсар, батыл болса көбірек жарасады. Неткен тұнып тұрған даналық. Анашым, шолпының сәнін, мағынасын түсіндім. Ал ер баланың қасиеттерін дамыту үшін тағы қандай амалдар бар? Ер баланы кішкентайынан атқа отырғызғанда, оны басқара алатындай жауапкершілікті сезіндіреді. Содан соң асауды үйретіп, мінезі мен бойындағы күшін шынықтырып, батыл, дұрыс әрі жылдам шешім қабылдауға үйренеді. Міне, осы секілді тәрбие құралдары біздің салт-дәстүрімізде өте көп. Ал балам, міне, мынау атқа бүгін мінетін боласың. Қане, келе ғой. Ой, бәрекелді, міне бей. Ата, мен атқа міндім ғой, енді қамшыңызды беріңізші, жақсылап тұрып сабап, қатты шабайын. Балам, жануарында жаны бар. Шабам деп жөн жоқ, сабай берме. Сонда қалай ата, қамшымен қатты сабасаң, қатты шаппай ма? Асықпа балам. Атқа жақсылап үйреніп ал. Ол сен оның мінезіне үйренісіп кетулерің керек. Ер қанаты ат демекші, бір-біріңді сезініп, мынау атыңа қамқор болуды үйрен. Тұлпарыңмен айырылмас достай болып кетсеңдер, шабу үшін қамшымен сабаудың да қажеті жоқ болады ба? Түсіндім ата. Атыммен маған тез үйрену үшін не істеуім керек? Енді тұлпарыңды уақытылы суғаруың керек, шөбін беруің керек, жалпы жағдайын жасауың керек қой. Суын беруді ұмытып кетсемші? Міне, бұл жағынан мұқият бол балам. Әйтпесе, жануарға обал болады. Ал енді ер басыңмен сен бір атыңа ие бола алмасаң, ұят болады. Әрдайым обал болады, ұят болады дегендерімді есіңе сақтап, сақ болып жүрсең, Құдайым да саған жақ болып жүреді. Ештеңенің обалына қалдырмауға уәде берем. Маған ризашылығыңыз бен батаңызды беріңізші. Ой, бата сұраған ақылыңнан айналдым. Ендеше уәдеңе берік бол, жарай ма? Қане, қолыңды жай. Асқар таудан өт, ағысы қатты судан өт. Ит тұмсығы батпайтын, іргесі берік нудан өт. Жол жоқ жерде жол баста, жаугерлік кезде қол баста. Сәйгүлігің сай болсын, тілегім осы, әу баста. Аллаху акбар.